Жертөледегі мысық. Қаланың шетінде орналасқан ескі көп қабатты үйдің тұрғындары бірнеше күннен бері жертөледен шыққан қорқынышты мысықтың дауысын естіп жүрді. Ол жай ғана мияулаған жоқ, әлдебір азап шеккен жәндіктің соңғы жанайқайы секілді үрейлі дыбыс еді. Адамдар әуелі оған мән бермеген, бірақ көп ұзамай бұл үннің жамандықтың нышаны екенін түсінді. Бірінші құрбан. Түн ортасында үйдің алдында тұратын 40 жастағы ермек есімді ер адам жертөледен шыққан дыбысты естіп ішке кіруге бел буды. Таңертең оның өлі денесі подъездің кіреберісінде табылды. Беті тырналған, көзі шарасынан шығып кеткен, ал денесінің жанында қанға боялған мысықтың іздері жатты. Бірақ ең қорқыныштысы, ермек өлген кезде қорқыныштан бақырып, өзін қорғауға тырысқан секілді еді. Келесі құрбан. Келесі кеште жұмыстан қайтып келе жатқан әйел Гүлмира дәл осы подъезде өлтірілді. Оның мойнында ұзын тырнақтың іздері, ал жүзі қатып қалған үреймен қалған. Үй тұрғындары енді жай ғана мысықтың дауысы емес, әлдебір тылсым қатердің барын сезді. Тұрғындардың үрейі мен полицияның әрекеті. Адамдар үрейлене бастады. Түнде ешкім жертөле жаққа жақындамады. Біреулер үйден көшіп кетуді ойлай бастады. Жағдай ушыққан соң полиция шақырылды. Бірақ жертөледе ештеңе табылмады, тек ылғалды ескі қабырғалар мен қаңғыбас мысықтардың сүйектері ғана жатты. Қайта өршіген өлімдер. Бір апта тыныштық орнағандай болды. Бірақ содан соң қайтадан өлімдер басталды. Бір адам подъездің алдында көз жұмды. Оның денесі жан-жаққа шашылғандай, беті мысықтың тырнағынан айғыздалған. Адамдар енді мүлде көшіп кетуге шешім қабылдады. Бірақ бұл да көмектеспеді. Бір отбасы үйден көшпек болғанда, олардың пәтерінің есігі ашық күйінде қалды. Ішке кірген көршілері олардың да әлдебір тылсым күштің құрбаны болғанын көрді. Полиция бұл істі маньяктың ісі деп санай бастады. Бірақ олардың ешқайсысы бұл қанды оқиғаның артында кім тұрғанын білмейтін еді. Жертөледегі құпия. Куәгерлердің бірі, осы үйдің ең байырғы тұрғыны, 80 жастағы Әбен Ақсақал полицияға ерекше нәрсе айтты. Мен бала кезімде осы жертөледе бір адамның мысықтарды торға салып, қинап өлтіретінін естігемін. Ол мысықтарды тірідей өртеуші еді. Бір күні ол жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Кейіннен сол жерден мысықтардың қаңқасы ғана табылған. Полиция бұл әңгімеден кейін жертөлеге қайта түсіп, іздеу жұмыстарын бастады. Ақыры, ылғалды қараңғы түкпірде, қабырғалардың бірінен қисайып кеткен темір тор тапты. Оның ішінде отырған қара мысық олардың көздеріне қанша қараңғы болса да айқын көрінді. Мысық кенет ырылдап секіріп жіберіп, 5 полицияны бірден өлтірді. Оның жылдамдығы адам сенгісіз еді. Қалғандары шошып, от шашатын қарумен оны өртеп жіберді. Бірақ жанып жатқан күйі мысық секіріп, от шашқан полицейді де баудай түсірді. Өртке оранған мысық сұмдық айқаймен жертөленің қабырғасына соғылып, өліп қалды. Қорқынышты соңғы көрініс. Полиция енді бәрі аяқталды деп шешті. Жертөледен шыққан кезде, қараңғы бұрыштан кішкентай мысық көрінді. Оның көздері тура анау мысықтың көздеріндей қып-қызыл еді. Қорытынды. Мысықтарды ешқашан қорламау керек. Кейде олар өлімнен де қорқынышты кек қайтара алады.